біз двумерный массив өту керекпіз, бірақ оғанға дейін бір нәрсе үйрену керек, соған көмек болатындай, циклдың ішінде қалай жұмыс істейді. Бүгін соған арнайық, бүгін күнімізді, сабағымызды. Короче, қараңдар, отырмай жат, давай. Біз простой цикл қалай жұмыс істейтінін білеміз, I тең мысалы 0-ден бастай берейікші, I 0-ге дейін, I 5-ге дейін, 0-ден 5-ге дейін, I++ деп, мысалы Cout. Бір не шығарайық, бір символ шығарып отырайық, например, решетка. Мынау не істейді, мен қазір запуск істесем? Бесеу көрсете ма, былай көрсете ма, былай көрсете ма? По горизонтали, былай көрсете бесеу. Дұрыс деп. Он неделеміз зірек етпейін ғой. Дұрыс, Енді осыны мынау тек былай көрсетеді ғой. Мынау тек былай көрсетеді ғой, бесеу, Осы строканы 3 рет қайталау үшін не істеу керек? Осыны былай көрсету үшін, 3 рет көрсету үшін. Фордың ішіне фор. Біз просто Cout now десек, бізде былай болды ғой вообще народ. Бір нәрсені қайталау үшін всегда форға салатынбыз, мысалы былай отсадық, битсек, бірақ решетка көрсететін, И осын 5 рет қайталау керек болса, біз алдықта осыны полностью форға салып қоятынбыз. Дұрыс па? Дұрыс қой, Қайталау үшін несколько раз, мысалы 5 рет десек. Енді мынаның өзін қайталау керек болып отыр, мынаның өзін 3 рет қайталау керек болып отыр. Мынау не істейді? Мынау бір строка салып береді, Бір строка. Строка деген бір горизонтально 5 салып береді, Бір строка салады. Енді мынаның өзін 3 рет қайталау керек болса, не істейміз? Мен жаңа айтқандай, өзін аламыз да басқа фордың ішіне саламыз, дұрыс па? Дұрыс қой, Бір строканы несколько раз қайталау үшін өзін мен вырез етейін да, басқа форға салып қояйын. Оғасына ма? Только ана жерде I деуге болмайды уже. Или жоқ, ана жерде I дей берейікші, ана жерде өзгертеміз қазір. I тең 0 дейік, I 3-ке дейін дейік, I++ дейік та, и мынаның ішіне саламыз да, мынаны. Оғасына ма? Фордың ішіне фор саламыз. Мынаны бірақ екеуді I бола алмайды, екеу I болса шатасып кетеді. Қай I екен қоймайды? Біреуін, мысалы. Обычно IJ де болады. Оғасына ма? Сонда, по сути, мына фор кішкентай фор, кіші фор. Сам по себе бір строка салатын, енді бір строка салатын кодты тез-тез тыныш только. Бір строканы салып беретін кодты біз басқа фор ішіне лақтырдық, значит, строка салу деген операция қайталанады, правильно? Енді, бірақ 3 рет, 5 рет. Соответственно, сонда, былай. Бірақ мен не так же хотел. Мынау түстеп берді, 3 рет, 5-еуден 3 рет салып берді мене былай. Но я хотел қалай түсіріп отыратындай. Он қалай істейді? Енді қай жерге істейміз? Мына фордың ішіне ма, или мына фордан кейін, бірақ екінші фордың ішінде ма? Кейін істейміз, өйткені мынау полностью строканы салып берсін до конца 5-еуін. Содан кейін түсеміз, дұрыс па? Cout. Или вообще на жерге істеген дұрыс па? Бәрі фордың сыртына. Онда бір строка полностью 15 салып беріп, бірақ түседі, аяғында. А маған каждый раз 5-еуін салып беріп, түсіп отыру керек, народ. Но важно, народ. Двумерный қатты керек болады, мен сол үшін етіп отырмын заранее. 5-еуін салып береді, түседі. 5-еуін салып береді, түседі. Дұрыс па? Сөйтіп отырады. Енді дұрыс. Мына кодты давайте бір нете салайын все равно для этого. Бір түсіне салайық. И записьмен бастадың ғой. Ха-ха-ха, не смогла. Запись обязательно. Дұрыс, бірақ предупреждайте. Так, for дейік, мынаны былай алсайын. Бүйтейік та. Қалай жұмыс істейтін бір көріп алайық, зафиксируем, да? Зафиксируем. Былай болады, қараңдар. Бізде үлкен фор, кіші фор деп айтайық, кіші фор деген ішіндегі фор деп айтайық.
үлкен for бірінші басталады, бірінші үлкен for басталады, I тең 0 болады. Қараңдар, I тең 0 болады. 0,3-тен кіші, true болғаннан кейін кіреміз. Бірақ кіріп қалғанда кіші forға кіріп кетеміз енді. Біз кіреміз, ойлаймыз, как всегда, бір cout тұр, нәрсе тұр деп. Жоқ, кіргенде кішкентай forға кіріп кетеміз, дұрыс па? Кішкентай forға кіреміз де не дейміз? J тең 0. I де тең 0, J де тең 0. 0, 5-тен кіші. Мынау true болғаннан кейін оның да ішіне кіреміз, дұрыс па? Дұрыс қой? Аның ішіне кіреміз де просто бір звездочка саламыз, бір звездочка саламыз. Саламыз, до конца for'ның аяғына жетеміз, соны істейміз. Мына кіші for'ның аяғына жеттік. Мына жер ғой, мынау былай, Кіші for'ның аяғына жеткен не істейміз? Мына кіші for'ды бітірмейінше, мына for'ды бүйтіп айландыра береміз, дұрыс па? Кішкентай for'ға кірдің ба, все, бітірмейінше шыға алмайсың кішкентай for'дан. До конца істеп тастау керек. Сонда не болады? Мына cout handle'ға жете алмай тұрмын, правильно? Өйткені мына for'ның ішінде кружусь, короче. J++ болады, J1 болады. 1,5-тен кіші, қайтадан решетка салады. Дұрыс па? J2 болады. 2,5-тен кіші решетка салады. Осының ішінде жүгір жүрміз да, handle'ға жетпеді келі. Сөйтіп 2 болғанда салады, J3 болғанда салады, J4 болғанда салады. Дұрыс па? 3 болады, потом 4 болады. 5 болғанда біз шығып кетеміз, 5-тен 5 кіші деп. Наконец-то кішкентай for бітті. Кішкентай for біткеннен кейін ғана біз for'дан шығып, кішкентай for'дан шығып, coutқа жете аламыз. Осы ма? Енді ғана мына жерден курсор мына жерге түседі. Не алпаз етіп отырсыңдар? Мешает же. Қойыңдар, атмосфера. Енді кіші for бітіп, только тыныш жүрмеш, былай отыр, тез отыр. Тып-тыныш отыр. Енді кіші for бітіп, cout handle'ға жеттік. Енді ғана курсор түсті, дұрыс па аста? Осыны ма? Сонда қараңдар, мына жерде не көруге болады? I 0 болып тұрғанда, J 0-ден бастап до конца бір жүгіріп шығады. Осыны ма? Логиканы? Үлкен for'дың мына переменный I 0-де тұрғанда J до конца жүгіріп шығады, чик-чик-чик деп. Осыны ма? Потом ғана cout handle болып, мына до конца жеткенде, үлкен for'ның аяғын жеткенде. Сол кезде ғана сен I++ дейсің. Сол кезде ғана I ауысады бірге. Дұрыс па? I бірге ауысты. 1,3-тен кіші ма? Кіші. Қайттан true болғаннан кейін қайттан кірдің ба? Если сен заново кірсең, сен J-ді заново бастайсың нөлден. Понимаете? Сен мына кіші циклға қайттан кірдің. Бітіріп, қайттан с нуля кірдің J-ға. Осы ма? Кіші for'ды қайттан басынан бастап бастайсың. Соответственно, J қайттан 0 болады. Мына жерге жаза берейін. J қайттан 0 болады. Мынаның бәрі өшіп қалады, 0 болады. И қайттан I 1 болып тұрады, бірақ J жүгіреді, дұрыс па? Мына for'ға кірдің ба, кішкентай for'ға қайттан до конца істеу керексің. J 0 болады, мына жерде курсор уже аста тұр ғой. J 0-ге салады, J 1-ге салады, J 1 болады, 2 болады, 3 болады, 4 болады, 5 болады, короче, мына бәрін салып тастайды, дұрыс па? Кішкентай for до конца тұр дейді. For бітеді, 5 болғанда. Қайттан мына for біткенде ғана шығып, уф деп, cout handle деп астыға түсіріп, cout handle'дан кейін мынаған жетіп, I++ дейсің тока. Көрдіңдер ма? I 0-де тұрады, J 1 жүгіріп шығады. I 1-ге келеді, J қайттан с нуля, 0-ден бастап 1 жүгіріп шығады. Осы ма? Каждый I үшін J жүгіріп отырады. Осы ма? Біз двумерный массив өтеміз ғой, уже келесі сабақта. Бізде двумерный массив деген болады ғой, таблица ретінде. Не үшін мен түсіндіріп жатырмын? Қазір мынаны айтып кетейін, чтобы сендер помнили. Двумерный массив деген ол таблица ретінде мынандай массив. 2D массив қой, 2D массив. Мынаның өзі жалғыз одномерный массив қой, мынаны. Бір строкасы одномерный массив саналады. А двумерный деген сондай одномерный көп сап қойсаң, бүйтіп астына двумерный болады. И двумерный массивта мынандай болады. Индекс строки болады. Помните, бізде индекстер болған массивте? Надеюсь, помните деп па? Индекс строки деген болады. Мынау строканың нелері, нөмірлері. Мынау 0-ші строка, 1-ші строка, 2-ші строка. Мынау столбец нөмірлері, мынау 1, 1-ші столбец, мынау 2-ші столбец деген. И мынаны не үшін ұғу керек, мысалы? Мыналарың I секілді болады, мыналарың J секілді болады. Сонда I 0-де тұрғанда, мына J бар ғой, J 0-де болады, мынаны істеп тастайды. 1-ге келеді, мынаны істейді, 2-ге келеді, мынаны істейді, 3-ге келеді, мынаны істейді, 4-ге келеді, мынаны істейді.
ай нөлде тұрғанда j бүйтіп жүгіріп шығады 1 0 1 2 3 4 5 деп до конца. Осыныр ма? Сол логикаға неткізіп жатырмын. Сонда до конца жүгіріп шыққаннан кейін бүкіл нелермен, мысалы былай ғой, до конца бәрі строкамен жүгіріп шыққанда ғана ай бірге ауысады, понимаете? Мынау секілді, ай 0 болып тұрғанда j до конца жүгіріп шығады, ай бірге ауысады, сонда қайттан j сначала қайттан жүгіреді. Мына тура сол логика, ай бірге ауысқанда j қайттан 0-ден бастайды да, j 0-ден бастайды да, қайттан жүгіріп шығады, j 1, j 2, j 3, j 4 болып. Осы ма? Біз двумерныйға дайындалып жатырмыз да, пока двумерная көшпей тұрып, мына for ішінде қалай жұмыс істейтін етіп жатыр. Сонда, по сути, двумерныйға келгенде, мына for будет отвечать за i, мына строкалардың индексіне, а мына for ішіндегі j будет отвечать за столбецтердің индексіне. Осы ма? Сонда, мысалы, сендер 3-ке 5 десеңдер, i 3-ке дейін, j 5-ке дейін десеңдер, соответственно, сендер массивтердің 3-ке 5 болу керек двумерный. 3 строка болу керек и 5 столбец болу керек. Осы ма? Но пока не об этом. Мен мынаны әдейі айтып кетемін, потому что, не керек в будущем, чтобы двумерно келгенде оңай алып кететіндей. Вот қалай жұмыс істейді, короче. I 0 болады, кіресің, кіші форды жүгіртесің до конца. J бастан басталады да жүгіре береді. Содан кейін, кіші for біткенде, see-out handle деп до конца жетесің да, үлкен forды бітіресің да, I++ дейсің да, қайттан J 0-ден бастап қайттан айландырасың. Кіші forға кірдің ба, айландыра бересің до конца. Уф деп шығасың да, I++ дейсің да, қайттан кіші forға кіресің, қайттан айландыра бересің. Ұқтыңдар ма? Вообще надо будет, можно 3 for, 4 for бір-біріне лақтыра беруге болады. Forдың ішінде for, оның ішінде де for, оның ішінде де for, оның ішінде де for деп. 4D массив, 5D массив жасай беруге болады. Біз просто ұқпаймыз да 4D деген ол қалай деген секілді ол. Былай, не вообразить же 4D, 5D деген секілді. Программер не воображать етпейді, ол жасай береді. 4D, 5D массив создавать ете беруге болады программер. Ол біз ғой бүйтіп 3D-ні елестете аламыз да, ары қарай неміз жетпейді уже. Оған пофиг. Это понятно? Енді мынаны білсеңіздер, ұқсаңыздар, сіздерге мынандай сұрақ. Так, мына 3-ке 5 демеймін, nm деп алуға болады, nm. N типа қанша строка болады, m типа қанша столбец болады, жарай ма? 3-ке 5 десек, всегда 3-ке 5 сала береді ғой, одно и то же. То есть мен на код талайын да бітен қараңдар. Мен не мадейт қалды? Бетек, всегда былай істеп отырақ, nm болады бізде. N строка, m столбец болсын, sin nm болсын. Қанша строка, қанша столбец екенін өзіміз енгізіп отырайық, жарай ма? И мына жерге бүйтеміз. Мынау строка үшін ғой, 3 деген 3 строка болды ғой бізде. N болады, мынау столбец үшін m болады. Ұқтыңдар ма? И всегда запускай еткенде, мысалы 5-ке 10 десек, 5-ке 10 салып береді. Бірақ мына жерде симди андай да, аралары үлкен да, строкалардың аралы. Сол үшін как будто квадрат көрінеді. Хотя мынау квадрат емес қой, 5-ке 10 ғой. Высоту 5, былай 10 да, дұрыс па? 10-ға 5 десең, вообще созылып кетеді, бітсең. Наоборот, 10 строка, 5 столбец десең, бит созылып кетеді, наоборот. Енді мынаны ұқтық. Дарина жасап көрсінші, бір нәрсе айтайын. Тоже nm енгізем, тоже прямоугольник салады, только вот мен кеше дайындағым. Только рамкасын салайық. А мына жерлерге арасына пробелдер қойып шығайық. Қиын ба? Мен подсказка берейін. Можно я подсказку дам? Біз бүйтейікші, мына 0-ден бастай берейік па, 1-ден бастай берейік па мынаны? Қазір айтайын. Жарайды, 0-ден бастай берейік. Мынандай ғой, қара. Сен не саласың ғой, прямоугольник? Бірге болғанда. Вот. Ұқтың ғой. В общем, мен қазір общий курс салайын бәріне. Сен ұқтың уже.
эх, осыны біз заранее сабақ келмеймін ба мен. Мысалы мен 3-ке 5 десем тоже, nm-ға 3-ке 5 енгізсем, былай осылай тоже көре берейік, осылай удобно ғой. I 0 болғанда деген секілді, мынау айлар ғой. I 0 болғанда, 1 болғанда, 2 болғанда, а мыналар J болсын, е? Дұрыс па? Сразу как двумерный массивқа жетпейміз, но былай елестеткен удобно, да? Координаталармен. Сонда 3-ке 5 десем былай болу керек, е? Бүйте салайыншы, е? Былай. Мына жер былай болу керек, е? А 4-ке 5 дейікші, 4-ке. Мысалы, былай болу керек, былай болу керек, былай болу керек, былай болу керек. Дұрыс па? А мына жерлерге пробел салып беру керек. Пробел салмасаң, мына біру точкаң, мына жаққа жабысып қалады да. Арасына пробел салып битеріп салмасаң, жабысып қалады, дұрыс па? Мына жерлерді пробел салу керек, обязательно. Енді кім айтып отыр, қалай дедің? If если I 1-ге или 2-ге тең болғанда, онда сол сеалтпен пробелді көрсету керек. Мынау n бізде 1-ге 2-ге емес. Сен 1-ге жоқ, по формуле істеу керек. Бізде nm бар ғой, n4, n5, е. Короче, Дарина бүйтіп айтып, Дарин дұрыс айтып отыр. I 0-ге тең болғанда тупо не сала берем, решетка сала берем, или звездочка там. Қараңдар, мынау I ғой, мыналар I ғой. I 0-ге тең болғанда, то есть мына бүкіл строкаға, дұрыс па? Мен решетка салып берем дейді. J 0-ге тең болғанда, значит, мына бүкіл столбецке тоже решетка салам дейді, дұрыс па? J тең 0 болса решетка салам, или I тең 0 болса решетка салам деген, саған науменнан салып береді, дұрыс па? Решеткаларын салып береді. Дұрыс па, нар? Науменнан қалай саламыз? N-ге де болса, M-ге тең болса. I, n емес, мына жерде 0-ден бастап тұрмыз ғой. M-1-ге тең болғанда. Жоқ, N-1-ге тең болғанда, е? I-ларың N-1-ге тең болғанда, то есть 3 болғанда мынаны салам. И J-ларың M-1-ге тең болғанда, то есть 4-ге тең болғанда мынаны салам. Оғастыр ма? По идее, 1-ден бастаған удобно еді. -1 деп отырмаймыз. Біз 0-ден бастап отқаннан приходится -1 деп жазуға. Бірақ мен неге 0-ден бастаймын? Массивке двумерный дайын боласыңдар да зато. Ол жерде индекстердің бәрі 0-ден басталады, двумерный массивте. Сол үшін сөйте берейік, ладно? Сонда логиканы ұқтыңдар ма, народ? I 0 болғанда, то есть мына строканы саламыз, решетка болады. И I мына қанша строка? 4 строка ма? 4 -1, 3 болғанда решетка саламыз. J то же самое. J 0 болғанда мына решеткаларды саламыз. И J M-1 болғанда, то есть 4 болғанда решетка саламыз. Else. То есть во всех других случаях, бүкіл басқа жағдайларда пробел саламыз айту керек. Оғасына ма? Бүйтіп выбирать етіп аласың, қасында решетка салатынды. 0 болғанда N-1 болғанда, J 0 болғанда M-1 болғанда, else дейсің да, пробел саламыз дейсің. Оғасына ма? Оны қалай жазамыз? Бұлай жазамыз, е? Тоже екі for болады. I тең 0, I қаншаға дейін? До n, да, сейчас? I до n, I плюс плюс. Түсіріп тастайыншы. И for J, да? 0, J до m, J плюс плюс. Бұрында бізде никакой if болмайтын, бүйтіп сала беретіміз, решетканы. Сол үшін сплошной кететін. Енді біз решетканы қашан саламыз, выбирать етеміз. Біз айтамыз, егер I тең 0 болса, немесе, немесе. И де қойса қандай, дұрыс болмайды, екеуден 0 болу керек болады да. Мен айтам, или I тең 0 болғанда, или J тең 0 болғанда, дұрыс па? Екеуін салып берем ба? Потом былай. Или J тең 0 болғанда, или оғасыр ма, народ? I тең N-1 болғанда, 0-ден бастаған үшін приходится N-1 деуге, ладно? Или J тең M-1 болғанда, то есть ана нелері, крайний. Осы кезде мен салам решетканы, бүкіл басқа жағдайларда салам. Пробел обязательно қою керек, народ. Итеру үшін алар, бір-бірін итеріп салу. Бірақ кішкентай for біткенде всегда түсіп отырам, народ. Түсіп отырмасаңдар, бір линияға кетіп қалаттар. Мына сиаудан жазып болсаңдар. Ұқтыңдар ма? Ұқтыңдар ма, в общем, логиканы? Қараңдар. Мысалы, 5-ке 10 дейік тоже. Көрдіңдер ма? Если пробел салмай отырсаңдар, қараңдар не болады. Пробел салмай отырсаңдар, чисто решетка жасаңдар, анда жабыс қалады, көрдіңдер ма? Мыналар жабыс қалып, пробел жоқ мыналар. Пробел итеріп салады да аяғына.
дұрыс па? Дарина зверь. Дарина зверь. Сенде как 2D фигуралар салған удобно қазір не болады, керек болады ана массивке. В общем, ұқтыңдар ғой, ә? Қиын емес қой. Енді Мейіржаннан сұрайық. Мейіржан бетик. NM енгіземіз, только мынандай фигура жасалайықшы. Мен мына жерде көрсетейін, ана жерде дұрыс көрсетілмей тұр. Обязательно нечетный сандар енгізейік, нечетный сандар. Оғасын қыз неге. Чтобы былай рамка салады одной, рамка салады, ортасы типа правил болады тоже. Плюс мынандай линия салады да ортасынан. Именно ортасынан, на жерден емес, на жерден емес, на жерде линия салу керек. Сол үшін нечетный болған керек, мысалы 5 строка болса, бір строка былай кетеді, бір строка пробелдармен кетеді, бір строка былай кетеді, бір строка пробелдармен кетеді, и бір строка былай кетеді. Бірақ рамканың ішінде. Ұқтыңдар ма, народ? То есть тоже прямоугольник, бірақ ортасы тур, ортасын сызық болу керек горизонтально. Осыған бір нәрсе қосу керек, значит. Мынау саған рамка жасап тұрды тек қана. Енді ортасын сызық деп. Тағы да бір қосамыз, ортасын сызық жасау үшін. Значит, мысалы, мынау айлар ғой, ай 0 болғанда, мынау 1 болғанда пробелдар кетеді. 2 болады, 3 болады, мысалы 4 болады. N 5 болған кезде, например, N 5 болғанда, 5 строка болғанда N бөлу 2 просто. Целыйға бөлесін да? Дұрыс па? Дұрыс қой, народ, N бөлу 2, сенде 5 строка бар ма? 5-ті 2-ге бөлсең 2 болады, как раз 2 деген индекста I 2 болғанда. Именно I. Біз строка салайын деп атырмыз ғой. Дұрыс па? Именно I 2 болғанда салып бер деп айтайық. 2 емес, I тең болғанда қаншаға? N деген строка бізде, N бөлінген 2, дұрыс па? Көрейік. Бірақ мына жерде тек қана нечетный енгізу керек, народ. Мысалы 5 десең, мынаны без разницы, қаншасы стал без разницы. Строка нечетный болу керек, тақ болу керек, дұрыс па? Чтобы ортасына салу үшін. Дұрыс па? Көрдіңдер ма? 5 десек былай салады. Мысалы, 11-де 20 десек, тур ортасына салады, в любом случае. Ұқтыңдар ма? Енді былай ортасына салу керек. Жоқ, неме тең? Или J тең уже, J деген не ғой? Стал без стороны. M бөлінген 2. Онда M-ді да нечетный енгізу керек, екеуді нечетный болу керек енді. Мысалы 11, 21 десеңдер, шук. 9, 15 десеңдер, в любом случае ортасын салып береді. Олатсыңдар ма? Точно ма? Жұпсаң чуть-чуть қисық болып қалады, өйткені 6-ны 2-ге бөлсең 3 дейді да, чуть астыға кетіп қалады. Мысалы 6, 8 десеңдер. Ну, әдемі. Чуть астыға и чуть былай кетіп қалады. Олатсыңдар ма? Өйткені біз еще 0-ден бастап отырмыз сол үшін. Енді былай істеу керек. Кім істей алады? Бүгін, короче, сурет саламыз, Пикассо боламыз бүгін. Тоже осындай рамка болсын. Бірақ былай да, біреу пробелдар кетеді, біреу пробелдар кетеді. Пробелдар, сызық. Пробелдар, сызық. Осылай да, через один, короче, пробелдар, сызық. И мына жерде тоже пробелдар, мына пробелдар, сызық. Пробелдар, сызық. Короче, так. Сызық. Иә. И J тоже, да? J мен да былай. Олатсыңдар ма? Как решетка? Решетка жасаймыз, короче, решетка просто. Түрмен решеткасы. Былай да, былай да. Оны қалай істейміз? Мен мынаны пока, мынаны қалтырып қойын, скопировать. Так. Мынау қалады, мынау қалады. Единственное, мыналарды ауыстыру керек, өйткені ол тек ортасында ғана айтады ғой. А бізге надо сплошной былай да и былай. Четный болғанда ма, нечетный болғанда ма? Четный болғанда, өйткені 0-ден басталады ғой. 0, 2, 4 деп кету керек, 0-дің өзі рамка ғой, 0-дің өзі решеткалар толып тұрады. Жоқ, болды.
I четный болғанда, иә? Немесе J четный болғанда. Бәрі немесе болу керек, народ. Бәрі немесе болу керек. Өйткені сен айтып тұрсың ғой мына жерде. I 0 болғанда, I n-1 болғанда деп разный сандар беріп тұрсыңдар айға. Ол в одно время 0 болып, в одно время n-1 болмайды ғой. Сол үшін айтасың, или 0 болғанда, или мына жерде, или мына жерде деп. Бәрі или болады. И мына жерде тоже тақсаңдар, иә? Ну, в общем, жетко шықты. Просто былай қызық шығады, а так сурет. Или басқа не салып қойсаңдар. Бүйтіп көрейік. Так, 11-20 бестик. Короче, была еще хуже, да? Ну, в общем, көріп тұрсыңдар ғой, что не, что решетка есть. Звездочка, по идее, нормально. Или О деген, глюкон О. Ну, нормально. Пойдет, да? X тиге дұрыс айтасың. Все. Келесі. Мынаны жасадыңдар. Үйде мен бере салам, өздері запускать етіп отырасыңдар, және ме? Видеодан қарап. Так. Мыналардың бәрін салып тастадық ғой, решетка бәрін. Мынандай саламыз ба? Не жоқ? Вообще не жоқ. Рамка жоқ? Просто шахматный не, иә? Шахматный не. Білмеймін, көрейік. Қалай саны? Бір-біріне тең болса решетка, тең емес болса. Все, давайте мен салайын. Ал, тыңдап тұрмын, айта берсем. If екі четный тең 0. Короче, решеткадан бастап тұрмыз ғой мына жерде. 0-ден 0 решетка болады, иә, 0-ден 0. Ойлана беріңдер. Мен де ойланып тұрған жоқпын, просто мен басым істемейді тұр, сендер айтермін ба? Мен дұрыс ұйықтамадым да, бас нетпей тұр. Мен сендерге тек қана салып бере аламын, сендер ара өздерің ойланыңдар. Шахматный, иә, мысалы 0, 1, 2, 3 бола берсе. 0, 1, 2, 3, 4 болса. Мына жерден басталады, иә? Мына жерде бар, 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 мына жерде бар. I тең J десең, ол мынаны ғана салып береді ғой. Видишь, 0 мен 0 тең ба, мынаны салады. 1 мен 1 тең болғанда мынаны салады. If I плюс J тең болады, четный санға. А, солай да? Если I плюс J четный болса. Дұрыс па, народ? Мысалы, 0 плюс 0 четный, иә, мынаны саласын. Мысалы, 1 плюс 1, 2 четный. Мынаны алсаңдар, 1 плюс 3, 4 четный. Дұрыс па? Екеуін қосынысы четный болса. Дұрыс айтады. Сонда тек қана бір нәрсемен ғана жазасыңдар, бір формуламен I плюс J. Ананы еще сопқа алу керек, иә? Чтобы бөлетін немен. Екіге бөлгенде четный болса ғана. Сиал. Else. Здесь тоже без разницы, не имеется в виду. Былай қисық шығады да просто. А так да, дұрыс. Дұрыс қой? Қисық емес имеется в виду. Шахмат деу осы. Мә, звери. Ары қарай кеттік. Короче, ұнап жатыр ғой сурет салған, иә? Так, келесі қандай фигуралар бар көрейік. Енді мынандай бар. Мыналарды қойдыршы, треугольниктарға келеміз. Мынандайлар бар. Диагональ. А плюсик жасадық, иә, біз, кстати. Біз плюсик жасадық қой, ортасына деп жасадық. Диагональ бар. Рамка диагональмен. Ол біреу ғана ғой жаңағы айтқан, иә? Кім Ақкүлім айтқаны?
I мен J тең болады деген тек мына диагональ, иә? I мен J тең болады деген тек мына диагональ. Көрдің ме? 0 мен 0 тең болғанда мынаны саласың, 1 мен 1 тең болғанда мынаны саласың, 2 мен 2 мынаны саласың. А мына диагональға формула керек. Например, мынау қаншаға қанша? N бізде 5, M да 5 болып тұр, иә, қазір, иә? 5-ке 5 болғанда ұқсас шығу керек, иә? Дұрыс па? Не знаю, айтында. Көңілі болған баған. Ау? Так. Так, мен төтір. Бірінші жазылайын. I тең. Рамканы жазылайын, е, тез-тез. Дұрыс па? Рамка по-любому бар ғой бізде. Потом ақ күлім айтсын. N минус I тең. N минус 1 и J тең. N минус 1 и біріншісі қалай дедің жаңа сен? Мына оңайы. I тең J дедіңдер, просто. О, мына диагональ, е? Оңай диагональ. Енді мына диагональ қалай? Қалай? Ұқпай қалдым. I плюс J тең 4-ке. Қалай дедің? Подожди, мысалы былай болса шы. Мынау. Кстати, диагональ салу үшін всегда екеуі тең болу керек, n мен n. Дұрыс па? Что? 4 дұрыс болу керек қой, что деген. Ақкүл не дедіңіз, мен ұқпадым. Только неме? Уже отменили, да? I плюс J тең 4-ке. 4-ке деген несі, ол мына жерде 4 болып тұр, а басқа жерде үлкенірек болады ғой. N минус 1 просто. Диагональ істеу үшін народ n мен m всегда тең болу керек. Оғасыныр ма? Ол квадраттағына диагональ шығады ғой. Ан жерде шығады, енді прямоугольно шығу үшін қисық болып кетеді диагональ, дұрыс болмайды. Сол үшін мына жерде былай істеуге болады народ. Тек n енгізуге болады да n на n болу керек деген секілді, понимаете? Мынауда n-ға дейін, мынауда n-ға дейін. Оғасыныр ма? Онда мынауда n-ға дейін, n минус 1-ге дейін. Вот так. Сонда квадрат болу керек та, n на n болу керек. Дұрыс па? Диагональ істеу үшін. Оғасыныр ма? m-ді енгізбеу керек даже, енгізбеу керек. Енді айтыңдар. I плюс J дедіңдер ма? I плюс J. I или? Не дедіңдер ме? I плюс J. I плюс J тең n минус 1. Дұрыс па? Бізде n ғана ғой. Бізде квадрат n на n. Көрейік ал. Бәрі құтты ма народ? По формуле? Типа, оғасыныр ма? 5 болса бәрі 4-ке тең болу керек, е? 4 плюс 0, 4. 3 плюс 1 міне, 3 плюс 1, 4. 2 плюс 2, 4. Оғасыныр ма? 1 плюс 3, 4. Етеді. Мысалы, 7 дейік, тек 7-ге 7 болады, сонда. Мә. Үлкенірек істейік. Йо. Красота. Қалай? Спан? Не жазу керек па? Берілсінде рамка бар ма? Рамка болу керек па дейді. Болу керек, иә. Болмаса тупо нарына ғана алып тастайсыңдар, болды, сонда рамка болмай қалады, иә? На 4-ні алып тастасаңдар, просто без рамки болады. Сол үшін енді чуть қиынырағына барайық. Мынандай треугольниктарды бастайық. Ал треугольниктарды бастайық. Треугольниктардың приколы мына жерлерге пробел салып керек емес бүйтіп. Бүйтіп пробел зачем саласың, ол көрінбейді. Біреу саласын да құлақ түсіп кетесің. Келесі жолы екеу саласында түсіп кетесің, үшеу саласында түсіп кетесің. Мына жерге зачем пробел керек емес, өйткені ол итеретін түк жоқ, ары қарай итеретін. Формула бола ма? Қалай дейсіңдер айт? Көбейту айға. Вот она. Мержан, видишь, чуть-чуть бас қосу керек. Мысалы, мына жерге кетеді, я, x, былай кетеді. Кстати, бір нәрсе енгізу керек қой. Давайте, мынау не ғой? 5 енгізсек, осылай шығу керек, 5 строка, 5 столбец болып. Көріпсің ма? Только просто урезанный, да, жартысы.
миды қозғаған. Так, n тек қана n ғана береміз 5. Өйткені 5-ке 5 болады. Дұрыс па? Былай да 5, былай да 5. И формула мына бірақ 0-ші строкаға 0-ші строка болғанда 1 болады, 1-ші строка болғанда 2 болады екен. I plus B. Ана бірінші форға I тең J ді. J тең I. Дұрыс, примерно дұрыс, а? Ну не до конца. Короче, былай ғой народ. Мынау I ғой бізде. Давайте былай айтсайын. Кстати, мына фигуркаларға тек қана тест жасаймын понедельник. Есеп шығармайсыңдар. 20 минут тест жасаймдар, қарай темаға кетеміз. Вторник күні. Жарай ма? Тест андай ғой, код тұрады, сендер өздерің сурет салып, тетрадьта. Клеточный алып келіңдер тетрадь. Дана, жарай ма? Есеп шығармай қойық, қинап қаласың ана жерде. Так, былай ғой, мынау I ғой бізде. Мынау бізде J, дұрыс па? Логика такая, что каждая строкада J-дің мәні I-дің мәнінен аспайды. Мысалы, мына строканы қалайықшы, мына строкада дұрыс көрінеді. I 2 болып тұрғанда J 0 болады. J I-дан асты ма? Асқан жоқ, 0, 2-ден асқан жоқ. J I-ға дейін, включай I жүгіреді. Қарам, дайте мен түсіндіріп тастайын. Мен чуть басқа тілмен түсіндіремін да, что бәріне жетсін. J 0 болып тұр, I 2 болып тұр. J 0-ден аспады. Аспаса, окей, саламыз. Дұрыс па? Потом J ауысады ғой. Помните, I тұрады, J ауыса береді. J қаншаға ауысады? 1-ге. 1 2-ден асты ма? Аспады. Окей, саламыз. Понимаете? J ауысады 2-ге. 2 2-ден асты ма? Асқан жоқ әлі. Саламыз, окей. И J 3 болғанда 3 2-ден асып кетті. Асып кетсе, тоқта, келесі строкаға көш дейміз да, түсіп кетеміз. Ұқтыңдар ма приколды? J I-дан аспағанға дейін жүгіре береміз. Сол үшін мынандай тема қараңдар. Мынаған ұқсас болады. Где бізде прямоугольный нәрсе? Ладно, алсақ. Уже кодтарым үлкен болып баратыр. Так, мынаны алсақ. Мына жерде тоже не болады, n на n болады, как бы не ғой? Треугольник тоже не ғой, квадраттың жартысы ғой треугольник деген бізге пока. Тоже n на n жүгіреміз, дұрыс па? И на жерде не дейміз? Жоқ, битеміз народ, қараңдар. Жоқ, битеміз. На if тауып тастайық вообще. Мынау до конца жүгіреді, понятно. Строка до конца жүгіру керек, өйткені I последний осы 4 болып до конца жүгіру керек. Строка до конца жүгіреді, бірақ столбец не всегда до конца жүгіреді. Қараңдар. Мына жерлерде строка 4-ке дейін болғанда столбец до конца жүгірмей, көрдің бе? Ой, то есть строка 0 болғанда столбец до конца жүгірген жоқ. Мына жерде тоқта қалды, түсіп кетті. Строка 1 болғанда столбец тоже до конца барған жоқ, мына жерде түсіп кетті. То есть столбец уже ойлану керек, до конца барам ба, бармаймын деген, жаңағы логикамен. Сонда қараңдар, прикол в чем? Былай қалтырсаңдар, тупо 4 салып береді, білесіңдер. N на n. Енді біз наны ауыстырамыз, значит. Мынау столбец қой J деген. J всегда до конца бармау керек. Дұрыс па? J-ді n-ға дейін десең, до конца жүгіре береді всегда. Енді біз до конца жүгірпейміз. N-ға дейін демейміз. Пока J меньше или равно I дейміз. J I-дан кіші болса, тең болса, X сала бересің. А J I-дан асып кетсе, мына for бізде өшеді. Дұрыс па? Осыны ма? J I-дан асып кетсе, жаңа мен айтқандай, циклымыз өшіп қалады да, тупо түсеміз да, келесі I-ды бастай береміз, келесі строканы бастай береміз. Осыны ма? Оны испенда істеуге, можно было былай істеуге. Міне қараңдар, мынау істей ме, істемейме. Мысалы, 10 десеңдер, дұрыс па істейді? Или можно было былай істеуге. До конца жүгіре бер деуге болады да, уже наған if жазу болады, типа if J меньше или равно I,
то cout x деген секілді одно и то же получается. Else break дегенде, понимаете, да? Или былай жазуға болады. Ну, ана жерде, видите, кода меньше, да, уже? Олсың ма? Народына кім ұқпады? Жаңа мен айтқандай, j айдан кіші или тең болып тұрса, x сала береміз. В тот момент, когда j айдан асып кетеді, j-дің мәні айдың мәніне асып кеткенде, тоқтаймыз да, түсіп кетеміз да, келесі строкаға сала береміз. Дұрыс па? Точно ұқтың ма бәрі? Окей, мынаны қалтырайық. Осын нетіп алсақ двумерныйға дайын боласыңдар да. Енді мына треугольник. Наоборот жазсаңыз вопрос орындарына алсын. Алайтындар қалай? Кішіне тең жайына. Мына екеуін орнына ауыстырамын дейсің ба? Орын ауыстырсаңыз. Ауыстырып керек емес. Просто тең болғанда үлкен ай кішіне тең жайдан болып қалады ғой. Мына жерде ма? Мына жерде үлкен аударасаңыз жайды. Былай ма? Иә. Что-то боюсь запускать даже. Сөйтіп шыққанмадым осы жасаңыз. Идеясы миды қозғаған. Кімнің идеясы бар миды қозғаған? I минус I? Ё-моё. Оны не дегенсіз, мына жерге ма? Қай жерге жазамын оны? Ол шарт қой мына жер, шарт. I минус N деген бір нәрсеге тең болу керек па, или условие жазу керек мына жерге. Но пока былай тұрсын, иә, по умолчанию. Пробел болу керек қой, else-ті. Надо сяут, else дейміздер. Сенің жаңағы айтқан кодың тоқтамайды да. Пробел қоясың ба, қоймайсың ба? Арасында пробел қойып отырады, но тоқтамайды. Мен өзім жасаған кезде шықты қазір. Шығып тұрма, сен қазір жасаған? Сен чуть-чуть басқа қой, значит. Жоқ, мен ифпен жазып Мына жерге ма? Зверь. Санду зверь. Бірақ көрейік, тексеріп, я не уверен, но вроде да. Ё-моё. Неге n минус I? Вот я. Так, былай ғой. Мына строкада n минус I рет жүгіресің. Мына I 0 болып тұрғанда n минус I қанша болады? 5 рет жүгіресің. Прям 5 рет жүгіресің, иә? Не қараңдар. 0 строкада 5 рет жүгіресің, x қойып шығасың, дұрыс па? I 1 болғанда n минус I қанша болады? 4 болады. 4 рет жүгіріп шығасың. Оғатсыңдар ма? I 2 болғанда n минус I 3 болады. 3 рет жүгіресің. То есть каждый раз I өсіп отырады, каждый строкада I 1 өсіп отырады, бір строка, келесі строкада. Как раз I өсіп отырғанда J на 1 азайып отырады. На 1 меньше жүгіріп отырады. Оғатсыңдар ма? Народ ұқтыңдар ма? Санду. Зверь. На екеу жасады. Енді мынау. Вот здесь пробелы теперь нужны. Пробел жасамасаң, мынау итерілмейді, мына звездочка. Мына жерге тоже 3 пробел. 2 не деген. Оғасың ма? Итеру үшін пробелдар керек уже. Идеясы миды қозған. Чем-то бар ғой, мына есепке ұқсамай ма, мына есепке жаңа сандуға шығарған? Ауысқан, иә, орнымен. Біріншісіне пробел. Мынаны алайық, иә. Мынаны алайық та. Көрейік бір нәрсе істеп. Мен сандуға жазар екен, народ, сендер білдіңдер ма? Айта салды да. Идеясын. Бірақ мына жерде до конца жүгіреміз, народ. До конца жүгіру керек, өйткені бізге квадрат салу керек та. Квадрат. Но квадрат состоящий половина пробелмен, половина звездочками. Біз мына жерде жаңа до конца жүгірмедік. Мына жерлерде пробел салмадық қой, мына жерлерде. Правильно? Біз пробел деген тема салмадық. А здесь прям жүгіру керек.
Енді мына жерде if else'пен ғана істеу керек. Бір кезде пробел, бір кезде If n минус j тең j. Не дейміз? Кіші немесе тең ба? Или просто кіші n минус 1, е? Похоже что-то. Нажми саламыз. Қазір народ, бірінші көріп алайық, потом түсінеміз. Мына жерге не, е? X, е? Осылай ма? n минус 1 ма? n минус i ма? n минус i ма? Иә. Ой, біреу салынбай қалды ғой. 4 болып қалды ғой. жаңа Кіші немесе тең да? Санды айта салады. Тағы бір нәрсе, бір точка тұрады бізде. X тұрады. Ясымейді қозғаған. Давайте логически ойлап көрейік. Мыналар не көшпейді? Идеясы мейді қозған. Сен ойлап берді пока. Ах, как идеально почти. Керісінше жүргізейік. Типа неден бастап па? Нөлден емес, n минус 1-ден бастап нөлге жүгіртейік па? Можно? Сөйтейік па? Давайте мына жерде ойлана алайық, қараңдар. Қандай өзі бұландай, пробел. Қараңдар, n-іміз 5 болғанда пробел x. Пробел x. По идее, жаңағы немножко похоже, жаңағыған просто надо байқау керек, нету керек. Жаңа біз былай істегенде просто n минус тағы да минус 1 дейік па? Енді жұртты ғой деймін кім, е? Ё-майо. Қалай істелінді көрейік. J n минус i минус 1-ден кіші болғанда дедік, е? Ал көрейік. Мен жазып қойын. J n минус 1 минус i-дан кіші болғанда пробел салынады, е? Мына жерде пробел салынады. Else мына жерде x салық дедік, е? Ал енді көрейік, народ. Ну, істеп тұр ғой, в общем, былай, короче. I тең 0 болғанда, мынау қанша болады? I тең 0 болғанда, мына формула J кіші n бізде 5 минус 1 минус 0, е? То есть J кіші 4-тен болады. 4-ке дейін пробел саламыз деген сөз, е, значит. До 4, 4-ке дейін, до 4, 0-ден 4-ке дейін пробел саламыз. Else бір x салып береміз. Дұрыс па? I тең 1 болғанда, мынау не болады? J менші n минус 1 минус 1 3-ке дейін. То есть J 3-ке дейін пробел салынады, остальное x салынады деген сөз, дұрыс па? 3-ке дейін пробел салынады, остальное x салынады и так далее. Да? Вам мына формулаларға додумываться не надо будет. Мен сендерге есеп бермеймін. Мен сендерге осындай задача берем, осындай задача. Сендер салып беру керек болсыңдар, да? Салып, ответный выбирать етіп беру керек болсыңдар. Окей? Өйткені біз сурет салу үшін келген жоқпыз, біз двумерный массив үшін дайындалып жатырмыз, да? Дұрыс па? Сандуғашта логика істейді, Дарина. Молодцы. Андай болады да, кейбірлерде программированияны үйрене алмай жатса да, главное логика істеп тұрады. Үйренеді да, потом все равно. Логика, е? Последний треугольник из таких. Вот такой. Сенде осы шықты ма? Енді айтсайшы, но басқа треугольник қой. Мына жерде тоже итеру керек. Мына треугольник мынаған ұқсайды, е? Мына біріншісіне ұқсайды, е, мынаған. Мына звездочкалардың орнынан пробел кетеді. Мына оңай енді, народ, вроде. Иә. Ең бірінші істегеннен орын ауыстыра алады.
мынау главный диагональға дейін деп айтамыз, иә? Мына диагональ бізде, помните, I тең J ғой? Мына диагональ I тең J. I тең J. Значит, J ойланды. J мен I-дың бір цикл несі болады, условиясы болады. Но неге өшіп қалады до конца? Видите? Көрдіңдер ма? Короче, ладно, былай салайықшы. Народ қалай болады? Мысалы 0. Бұлай кетеді, мына диагональдің өзі кетеді ғой. 2, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 дегендер кетеді, и мына жағы ғана болу керек, дұрыс па? Мына жақтар болу керек. Мына диагональдің өзін охватываем, и плюс мына жағы. А мына жағы пробелдер кету керек, сол ғой, I неме дедіңдер? Мынау I, мынау J, I. N бөлімнен 2-ге дейін көрсетіп. Мына жерде N вообще не участвует. Но диагональ и оның үсті жағы деп айтасың X. Мына жағы не? I мен J-дің салыстыру бір нәрсесі бар, мына жерде тек қана. I кіші I тең J-дан. I кіші I тең J. Кішіне тең J-дан ғой, I. Мен сол көппен шығады. кіші немесе тең J болса нені саламыз? Ол кезде Пробел ма? Пробел. жоқ, пробел емес, решетка саламыз. X саламыз. Осылай ма? Осылай ма, народ? Онда үлкен болу керек. Дұрыс қой, народ, дұрыс айтып отыр. Примерно дұрыс айтып отыр, неге? Мысалы, J2, I0 болғанда, J 0-ден үлкен ғой, міне, J I-дан үлкен ғой. Онда X салып отырасың, дұрыс па? И даже тең болғанда да X саласың. Мысалы, 0 мен 0 тең ғой, I мен J, X саласың. 1 мен 1 тең ғой, I мен J, X саласың. Ал енді I үлкен болған кезде, пробел саласың. I үлкен болған деген, мысалы, былай, мынаумен, мысалы, мынаны алсаңдар, I 2 үлкен ғой, чем J 1. Значит, ол жерге пробел саласың. Осыны ма? Else пробел. Сонда, мынаны до конца жүргіземіз, N на N, и мына жерге айтамыз, егер жаңағыдай I кіші немесе тең J-дан болса, дұрыс па? Сонда cout X else cout пробел. Так, дұрыс қой? Вот. И давайте последний, ну, неше түрлі бар, по идее, суреттер сала беруге болады. Біреулер домик салады деп. Домик салып көресіңдер потом. Домик же легко. Ну, для себя. Мынандай треугольниктер істей аласыңдар ма? Уже равнобедренный дей ма, қалай? Мынаны енді білмеймін, 5 енгізу керек па, 3 енгізу керек па, былай шоу керек айтыр. Давайте мына істеп көрейік. Өздері істеп көресіңдер ме, или маған айтасыңдар ма? Ойланып, қағазда ойланып маған айтыңдаршы, қалай болады. Мына жерде, видите, пробел бар, мына жерде пробел салу керек. А мына жерде салсаңдар болады, салмасаңдар болады. Өйткені мына жерде пробел салу маңызды, мына жерде маңызды емес, өйткені ары қарай итеретін түгі жоқ қой. Мына жерде пробел салу маңызды, мына жерде маңызды емес. Главное, итеріп салу керек қой, ары қарай пробел можно писать, можно писать. Қағаз ойланып көріңдер, шалып көрейік. И мына жерде без разницы, 3 енгіземіз ба, 5 енгіземіз, айтырмын. Или 3 или 5 енгіземіз, короче. Или мынаның ұзындығын енгізесіңдер. Или мынаның несін енгізесіңдер, без разницы. Айтыр, осы салып берсін маған. Біреу ғана енгізем. Или высота енгізем, или 3 енгізгенде осылай салу керек, или 5 енгізгенде. Өздерің выберите, просто сендердің формулаларынан зависит. Айтыр, осыны салып беру керек. Бірақ ол бәрі неге істеу керек, Мысалы, jet істегенде уже үлкенірек треугольник шығу керек, осындай, үлкенірек осындай. И походу тек қана тақ енгізесіңдер, видите? Значит, жопа вообще никак. Қағазда істеп көріңдер, қағазда. Программирование или программирование көресіңдер. Мына
жерде походу дополнительно айнымалылар керек болады. Оңай емес. Давайте, кім істей алады екен? Кто зовет? Походу үш енгізесіздер мына жерде. Ну, удобно болды, үш енгізгенде осылай высотасын енгізу керек та. Üçte beş. Жоқ, просто үш дейсіңдер. Высотаны ғана енгізесіңдер. Сол удобно болады. Үш дегенде мына осындай шығу керек. Что там? Көз қаратсың? Соткада көрсетіп қалғандар бар. Компьютерде жазып қойып болса сотка. Давай, Оспан, порви. Сделай красиво, Оспан. Мына жерге походу айнымалылар керек болады. Санайтын, бүйтетін. Может пробел санайтын айнымалы, может звездочка санайтын айнымалы ма, екеуі де ма. Потому что здесь просто бір немен жазу қиын. Жаңағы секілді, екі формамен тупо жазса ол болмайды, да, кажется.
тезірек шығарыңдар, менде батарея өтіп жатыр деп. Жарайды, жақсы жарайды. N bölü 2 minus I'dan N bölü 2 plus I'ға дейін звездочка қойып қалған жерлерге пробел қойсақ. N бөлü 2 minus 1-ден N бөлü 2. Жазайын ба? Ой, Жазайын ба? minus. Давайте жазайық, мен білмеймін. Оны жазып көрмесек ұқпаймыз. Так, мынаны аламын, я? Не істеу керек? Аның бәрі қала ма, n деп? N bölü 2 plus I деп қойып. Сіз курсор сол жерде ұсталсыз. n? N bölü 2 plus I. Осылай ма? Дұрыс ба? N bölü 2 minus I деп Минус i дейін ба? N minus 2 ой, N бөлі 2 minus I'дан N бөлі 2 плюс I'ға дейін жазып шығамыз да, ал қалған жерлері барлығы мен болмайды. Жоқ, сіз айтсаңыз енді қалай жазайық? Мынаны осылай тұрсын ба, или алып тастайын ба? Тұра берсін. А мынау до n, иә? Иә. Ішіне бір нәрсе жазамыз енді, иә? If деп дұрыс па? N бөлу 2 егер типа сіз былай айтып отырсыз ғой, типа J Типа басында ол образын тауып алады да, сосын ана жерге біреу қосады, ана жерге біреу қосады. я понятно было, а кодпен жазу оңай емес қой. Адам бүйтіп айта алады да, ортасын бүйтіп сызып аламыз да, бүйтіп велосипед алады да өзіне, ортасын сызып аламыз да, мына жерге точкалар қойып отырамыз. А кодпен айту керек оны. Бүйтіп айтсам түсінбейді ғой. Ортасына салып ал да деп компьютерге. Түсінсейсен деп па, ұрсып. Мержан? А так мен түсіндім сізді. Мен түсіндім, мен өзім салып беруші едім, маған айтсаңыз. Компьютер сала алмайды. Жоқ, қиын ба не, народ? Қиын, да. Дана, что там? Соны жоқ құрышсын. Қайда? Кеше ана мұғалім екен ғой ана қыз, е? Студент па деп сөйлеп жатсам. Немеден береді ол мұғалім дана? Аты кім оның? Сол ма Мағжан дейді? Маржан, е? Қайдан білем? Ұят болып қалды ғой. Жап-жас көрінеді. Бір сабақ болып отыр екен де, кеше бір сабақ емес, бір нәрсе түсіндіріп жатыр да ана мұғалімге. А ол студент секілді көрінеді тұр. Сол кіріп әңгімелесіп отырмын. Тұмар бәрі, е? Аружан. Әңгіме ұрып жатсақ, кешіріңіздер. Ана жаққа барыңыздаршы дейді.
Қиын ғой, походу бірге, народ. Мейіржан, Дарина. Дарина прямо ана жерде қатты кетіп жатқан шығар, Дарина. А? Сен кеше футбол көрген жоқсың, Лига чемпион. Ұйықтадың, неге істемейді бас? Ол менікі істемей тұр. Еще бүкіл шетел бір сағат қалдыға кетіп қалған ғой. Түнгі 1-де болатын еді, қазір 2-де болатын болып отыр матч. Қыста сондай ғой. Тек қана Қазақстан мен Россия ауыспапты ғой мына СНГ-дан. Ну вообще, Европа ауысып кетті вроде. Европа, Америка бәрі ауысып кетті, Украина бәрі. Бізбен Россия қалдық қой, типа ауыспаймыз. Бүкіл әлем ауысып отыр, біз ауыспаймыз. А так деп. Қырсықтар. Короче, онда бірге істейік, народ. Мен былай ойлаймын. Қалай ойлайсыңдар, мен былай ойлаймын. Мысалы, енді 3 енгізсек, менде бір неше түрлі методпен шығаруға болады, народ. Сендер ойлап жатқан методпен де шығарып көруге болады. Можете дома попробовать. Өз методтарымен. Менде мынандай метод, мысалы, 3 енгізсем, это как раз мынау высотасы ғой, 3. Дұрыс па? 3 строка деген высота. Мен бүйтуші едім. 3 енгізсек былай, а не енгізсекші? 4 енгізсек былай бола ма сонда? 4 енгізсек былай болады, по сути. Дұрыс қой, е? 4 енгізсек, 1, 2, 3. Дұрыс. Мен логикам дұрыс вроде. Короче, 3 енгізсек, n3 болса, n-1 пробелдан бастаймыз. Пробелдің саны n-1-ден басталады. Мен мысалы 3 енгіздім, значит 2 пробелдан бастау керек. Мен бір айнымалыс деймін, деймін. Пробелдар тең n-1 деп алып аламын басында. Дұрыс па? Басында 2 пробелдан бастаймыз ғой, 2 пробел, звездочка. И пробел азайып отырады бірге. Басында 2 пробел болады, потом 1 пробел болады, потом 0 пробел болады. Пробел бірге азайып отырады. Звездочканың саны, ЗВ де қойын, звезда. 1-ден басталады и на 2 көбейіп отырады. 1 болады, потом 3 болады, потом 5 болады деп. Менде просто количество болады, я пробелдің количествосы, звездочканың несі количествосы болады. Пробел 1-ге азайып отырады, звездочка 2-ге көйіп отырады. Оғасына ма? Көрейікші? Шығам екен. Сонда мынау бірақ қаншаға дейін, вот вопрос. Енге дейін болмайды. Мен 3 енгізсем, видишь, мынау 5-еу аш салады аяғында. Хотя мен 3 енгіздім, мынау 5-еу салады да аяғында. Онда бүйтем қараңдар. Мынаны указ жетпеймін. Помните? Жазбасаңдар бесконечный болып кетеді. Помните? Бірақ мен бірге жазап отырамын. Сонымен бүйтем. N енгізгеннен кейін менде не болады? Пробелдің саны болады. И звездочканың саны болады. Звездочканың саны всегда 1-ден басталады. Всегда 1 звездочкадан басталады, ең төбесі. Бірақ пробелдің саны N енгізгеннен кейін пробел тең n-1-ден басталады. Жаңа мен айтқанда, дұрыс па? Высота 3 болса, 2 пробелден басталады. Высота 4 болса, 3 пробелден басталады. Высота 4 болса, 3 пробелден басталады. 3 болады, потом 2 пробел, потом 1 пробел, потом 0 пробел болады. Понимаете? Пробел азайып отырады каждый раз бірге. Енді бүйтем. Бірінші пробелдарды сап аламын. Мынау пробелдар үшін болады, все. Народ, ұқтым, қараңдар. Вспомнил, только вспомнил. Мынау n-ға дейін жүре береді. Количество строк n-ға дейін жүгіреді. Өйткені 3 енгіздің ба, 3 строка нетіледі, дұрыс па? Ол вообще без вариант. 3 дедім ба, 3 строка салыну керек. Енді қараңдар, мына for чисто пробелдер үшін for болады. Қанша пробел бар менде? Мысалы 2 пробел болып тұр, басына бетем. J от 0, J до пробела деймін. Сонда пробел рет. Пробел 2 болса 2 рет істеймін пробел. Қараңдар. Сел. Пробел. Все, пробелдер до конца сап аламын да. Тағы бір for бастаймын. Оғасыныр ма? Народ? Бір строканың ішінде бірінші пробелдарды сап аламын. Потом звездочкалар салатын for отдельно. Бірінші пробелдарды салады, потом звездочкалар салады. Звездочканы до ЗВ деймін. Звездочка деймін. И на жерге звездочка салам. Пробелдарды сап аламын, звездочкаларды сап аламын. Потом Cout handle деймін да, ары қарай кетем. Дұрыс па? Единственное, пробелдардың саны 1-ге азаяды, на 1 меньше. Звездочканың саны 2-ге үлкейеді.
Ал көрейік. Көрейік, потом қайтын түсіндіріп беремін. Тез түсіндіріп тастадым ба? Мысалы, 3 десем, көрдіңдер ма? 5 десем, 4 десем. Ұқтыңдар ма? Қазір түсіндіріп берейін. Күшті, айта берейін. Сендер үйде тура осыны только рамка қып істеп қойыңдар бүйтіп. Арасы пробел болады. Можно, по идее? Короче, логика такая, народ. Қараңдар, бір түсіндіріп берейін. Я понимаю, надо идти. Мынаны түсіндір. Мынау тупо қанша строка болу керек? Я? Тупо. 3 болса 3 строка айтады. Мынау тек қана пробелдерге арналған, мынау звездочка арналған. Қараңдар, мысалы сен қанша енгіздің? Мысалы сен 4 енгіздің дейікші, 4 мысалы, народ қараңдар. N4 енгізсең клавиатурадан, то не қанша болады? Пробелдің саны 3-тен бастайды, пробел 3-тен бастайды басында. И звездочка саны всегда 1-ден басталады. Звезда тек қана 1-ден басталады. Все, бірінші строка кетті. I тең 0, 0 N-нен кіші. Кірдік. 0-ден пробелға дейін дейді. Значит, қанша рет пробел 3 рет па? 3 рет пробел салады. Осыныр ма? 0-ден до пробела деген пробел қазір 3 болып тұрса 3 рет пробел салып береді. Тупо, понимаете, да? 3 пробел салып береді. Бірақ 3 пробел салғаннан кейін бітеді ол мына фор. До пробела жүгіреді, 3 салады, бітеді. Келесі фор басталады не дейді? 0-ден звездаға дейін звездочка салып бер дейді. Значит, қанша звезда біреу ма? Бірақ звездочка салады, понимаете? Дұрыс па? Цикл бірақ рет жұмыс істейді. Пробел біреуге азаяды, звезда екеуге үлкейеді. Пробел 2 болады, звезда 3 болады. Дұрыс па? Қайттан басталады, келесі I++, 1, 3-тен кіші кіреміз. Қайттан қараңдар. Пробел рет пробел сал, звездочка рет звездочка сал. 2 рет пробел сал, 3 рет звездочка сал. Понимаете? Осыныр ма? Потом қайттан пробел біреуге азаяды, звездочка екеуге үлкейеді. 1 рет пробел сал, 5 рет звезда сал. Осыныр ма? Итак, сколько строк? N строк. 4 болса, значит, тағы да міне. Мынау 0 болады, мынау 7 болады. 0 рет пробел сал, 7 рет звездочка сал. Пробел салынбайды, тек қана звездочка салынбайды. Осыныр ма? Үйде попробуйте мынаны жасауға, народ. Қараңдар. Мынаны обратный. Тоже осы логикамен жасап салады. Наоборот, пробелдер көбейеді, звездочкалар азаяды, наоборот. И мынаны істей көріңдер, народ, каким-то образом, как хотите. Мына походу былай болады. Бір какой-то булен болады. Бүйтіп өсіп барады, ортаға келгенде ана буленнің несі ауысып кету керек та, тру болып тұрған фолс болып кету керек. Фолс болса сендер наоборот азайту керексіңдер ма? Мына жерде какой-то бір нәрсе, мына жерге келгенде бір нәрсе өзгеріп қалу керек та как-то, и уже на азайту кету керек. Үлкейіп, потом азаю керек. Это мынау. Потом домик салып көріңдер. Қазақстанның флагын салып көріңдер үйде. Может получится. Дұрыс па? Все, жақсы. Запись кешке или қазір если смогу.